Үйге жеткенде қоңырау шалам. Электрондық поштаңды тексер. Көріскенше. Арнайы АБК судьясын дыбысталды. Дыбыстағандар Эрик және Эмма. Бүгінгі ойыннан алған жүлдеммен барлығыңды тойдырамын. Одан да ол ақшаңды өзіңе жұмсамадың ба? Мен қарсы емеспін. Онымен қоса, Вон мен Оппаға тағы бір қадам жақындасам, 2 есе тойдырамын. Екінші егің туралы айтып тұрсың ба? Міндетті түрде көңіл күйімді түсіру керек пе? Не болған саған? Кей кезде араңдатуға жет. Вон мен Оппа менікі. Оған жақындап көр. Маған оның керегі де жоқ. Ендеше сені тауық етімен сыйлаймын. Ақшомыр жейсің. Ештеңе жемеймін. Сонда араңдалған адам әрекет ете бастайды. Жақсы болсын, жаман болсын. Не жегің келеді? Білмедім. Ойланып отырмын. Бәрі мынаған тапсырыс беріп жатыр екен. Басқа нәрсе жегің келе ме? Солай шығар. Әй, сендер тапсырыс бергіңдер ме? Иә, мынаған. Кешіріңіз. Мынадан және мынадан жарты порция беріңізші. Өкінішке орай жарты порциямен жоқ. Түсінікті. Сыртқа шығып келейін. Сендер тапсырыс бере беріңдер. Жақсы. Ендеше мынаған тапсырыс берсек қайтеді? Екеуміз бірге тапсырыс берейік. Не? Неге? Жегің келмей ме? Жақсы. Кешіріңіз. Осыдан бір порция беріңізші. Не? Өзің төлейсің бе? Бірге есептей беріңіз. Мен сыртқа шығып келейін. Бір порция қуырылған тауық. Керек емес. Айтпақшы, кола мен спрайт алайық. Қуырылған тауық. Оны елемеңіз. Ұстаз, немен айналысып жатсыз? Тамақтандыңыз ба? Аш емессіз бе? Көп селдеңдеп қыдыра бергенше сабақ оқысаңшы. Бір жүрген сұраға көп жігітсің. Не деген таусылмайтын сұрақтар? Олай дегеніңіз қалай? Шаршап тұрған едім, кейін сөйлесейік. Жақсы. Сау бол. Келесі аптада кездескенше. Жақсы. Қайда кеттің? Әжетханаға. Көңіліңді көтер. Не үшін? Жай, жеңілістен кейін көңіл қошың болмай тұрғандай. Жеңілістің себебінен емес. Дайынсыңдар ма? Қане бастайық. Саған рэп ұнайды ма? Не? Мына ән ұнайды ма? Рэп. Солай шығар. Неге сұрадың? Әнді жақсы көріп тыңдап отырғандайсың. Бірге қосылып шырқасаңшы. Қане, сен де қосыл.
Болды, келесен. Неге өшіріп тастадың? Таяқ жегің кеп тұр ма? Духа, жоқ, мен айтпаймын. Мен әжетханаға кеттім. Ендеше... Киімхана, қандай ән қояйын? Мен ән айта алмаймын, білесің ғой. Айтасың ба жоқ па бәрібір емес пе? Не, ұста. Кәне. Ей, енді не істеймін? Онда дуэт? Дуэт? 우리 학교 Дуэт? Міне. Шын ба? Иә. Шын айтасың ба? Танымал әндердің бірін таңдаңдар. Шын айтсам, екеулеріңге жұлдыз болуларың керек. Келсемін. Әнді керемет орындадыңдар. Дуэт айтты ма? Иә. Сен айта алмаймын деп қашып кеткен кезде. Борам, Вон мен оппа сәлем. мен электронды почтаңа хат жіберген едім. Шын ба? Мен әлі қарамаған едім. Араңдыту адамдардың оған реакциясын тудырады. Шаршап тұрғаным ай. Дәл мынандай. Әрі тұршы. Телефон номеріңді берші. Мінекей. Үйге жеткенде саған қоңырау шаламын. Электронды почтаңды тексеріп көр. Көріскенше. Сау болыңыз. Жолда байқап жүріңіз. Қолы қалтасына сыймай жүрме, неге сенің басыңнан сипай береді, немесе мынандай реакция тудырады. Не бопты? Қолына сенің шашыңның кірі жағылып қалама деп қорқам. Борам. Вон менің сенде көңілі бар секілді. Шын ба? Сен шынымен де көрсе қызар адамсың. Қиыншылық тудырасың жүресің. Не деп тұрсың? Өзіңе қарап алсаңшы, жердің құрты. Неге бәрінен басынан сипалаған ұнайды? 말 다 했냐? 말 다 했지. 진짜 어이없다. 네 아까부터 나한테 너무 Саған ұнамай ма? Иә. 심하게 한다. 조용히 네가 진짜 Неге? 그냥 PC방 같이 가려고. 돈 없어서 Жай. PC방비 내달라고 같이 가. Саған тым қамқор болып кеткендей көрінеді. Сондықтан ұнамайды. Неге сонша ашулысың? 왜? Не? 아, 뭐 Тағы не болды? Сен өзің ғой бастап Не тұрған. болып жатыр? 아무것도 안 했어. Мыналар тағы нені бөлсе алмай қалды? 왜? 뭘 했는데 내가 Кихен Борамды ұнатады. Сондықтан Борамның Вон мен оппамен сөйлескені ұнамайды. 피곤한 걸. 그뭐 저 어디 가서 Жай ғана сезім білдірген жақсы деді. Соны айтсаңшы. Сонда саған не ұнайды? Маған ба? 언제 내가 그걸 야, 그 여자 많은데 네가 아무것도 Маған... 그러니까 내가 답답해서 그런 Ой, шаршаттың ғой жердің құрты. Маған ақыл үйрететін әкем де ағам да емес. Ча отбасының сүйікті баласымын, ал не дейсің? 아니 그렇게 프로게이머 ме кім еді? Бәрібір. Неге онымен достасасың? Неге оған нөміріңді бердің? Сен оның жазбаларын оқыдың ба? Ойын ойнайтын қыздар сүйкімді болып келеді. Сені интернет кафеге шақырғым келеді. Телефон нөміріңді бересің бе? Ойыншы болғанын қайтейін, жетісіп ойнайды алмайды. Саған шынымен де осыны ұнай ма? Не бопты? Ұнаса қайтесің? Мен де жылына бір ақ рет өтетін жарыста бірінші орынды алдым. Мен де басқаларға ұнағым келеді. Өзгелердің назары жетпей жүрме. Айтшы, оны қайтесің? Ей! Сен мені ұнатасың ба? Жоқ. Оған сен айттың ба? Қарғы сатқыр. Бұл не болды? Сендер не қарайсыңдар? Қалайша үшеуміз осындай халге жеттік. Киімхана үйіне қайтып кетті. Ал анау екеуі ақыр сөйлесуге кетті. Ал біз бильярд ойнап жүрміз, солай ма? Айтпақшы, Хана, менде киноға 2 билет бар. Менімен барасың ба? Шын ба? 오호. Жарайсың. Мен баскетбол ойнайтын боламын. 그랬어? Не? Неге? Жай.
солай деп шештім. Ойланып толғанып осындай шешімге келдім. керемет. Неге? Жеңіліске жетсең де осылай деп шештің. Кейде жеңіліс те жеңіске жеткізеді. Әрдайым жеңіске жету қызықты емес қой. Кей кезде арандатушылық ауадай қажет болады. Бірақ шынына келгенде айтпақшы, Шиу, саған Хананың басын сипалаған ұнамай ма? Негізі оған емес, маған ұнама. Иә. Ұнамайды. Алып қарасақ, өмірдің өзі арандатушылыққа толы. Бізбен бірге тамашалағандарыңызға рахмет. Дыбыстағандар Эрик және Эмма.